Сәлеметсіздерме, бұл BI Академия және мен Нұрдәулет Қымбат. Бүгінгі сабақта сіздермен JavaScript-тің бір объектісі бар, ол DOM деп аталынады, Document Object Model. Яғни бұл ағаш ретінде құралатын жүйе, қандай да бір HTML код жазған кезде, оның қандай ішінде жүйелері бар екенін және де қалай жүзеге асырылатынын көру үшін сіздерге арнайы ағаш беріледі. Ол ағашты DOM арқылы көрсетуге болады. Жалпы айтқанда, DOM ол бізде JavaScript және де HTML әрекеттесуіне бағытталған JavaScript библиотекасы болып табылады. Бұл библиотека көмегімен кез келген DOM элементтеріне қол жеткізіп, және де олардың атрибуттары және де құрамына қатынасы басқаруға болатынын көре аласыздар. Келесіде DOM-ның өзінің анықтайтын структуралары, оқиғалары, мәлімет типтері бар. Оның структураларына құжат ағаш және де DOM сәулетті оқиғаларының DOM негізі түрінде нод, узел, элемент, документ, фрагмент, яғни құжаттың фрагменті, документ, DOM implementation, event оқиғалар, event pages сияқты структуралардан тұрады. DOM оқиғалардың сәулетін анықтау, сондай-ақ белгілі бір DOM оқиғаларды анықтау үшін неғұрлым қатаң екенін бәрімізге мәлім. Жалпы айтқанда, JavaScript-тің қазіргі таңда ең танымал түрі ол ECMAScript деп алдыңғы сабақтарда айтқан болатын. Сол сабақтардағы осы ECMAScript-тің негізгі ортасында анықталған объектілер ерекшелігі DOM деп аталынады, яғни host object деп аталынады. Сол сияқты мен сіздерге қазір бір кодты көрсетейін. Бұл код бізде HTML-де жазылған, яғни арнайы блокнот аштым. Оның типін бүкіл файлға теңестірдім және де қарапайым HTML, head, тайтылға белгілі тақырыбы, одан кейін денесі, body, ол жерге бүкіл ішкі типін енгізіп, соларды тіркейтін жүйе болып табылады. Міне осы түрде берілген, оның жаңағы DOM деген ағаш ретінде құрылған түрі, ол бұлай болады. Яғни көкпен жазылғандар бастапқы тақырыптары, яғни оның ең басты HTML-дің кіретін жүйелері, одан кейін оның ішкі түрі, және де төмен қарап тұрған стрелка, ол төменгі нұсқау, астыңғы сызық, ол бізде келесі астыңғы сызық, ол бізде бос орынды білдіреді. Яғни тайтылдың ішінде тақырып берілген, аласияқ деген, оның ішіндегі бірінен кейін бірі нұсқап тұрған жүйе. Яғни осы жүйені DOM деп айтуға болады. Жалпы айтқанда тағы бір мысалы бар. Ол мысалын қазір енгізіп көрсетемін сіздерге. Ол мына түрінде жазылады. Жалпы HTML, head, title бірінен кейін бірі жазылады, яғни мына түрде. Бос орынсыз, яғни астына түспей, бірінен кейін бірі жазылады. Осы кодта жалпы айтқанда, егер бос орындарды алып тастайтын болсақ, оның ағашы мына түрде жүзеге асырылады. Яғни бірнеше кодтар берілген, яғни оның ішінде тек қана бір тақырыпша бар, ол аласияқ деген тақырыпша, яғни оның ешқандай төменге нұсқайтын және де бос орынды көрсететін ешқандай белгі батырмалар жоқ. Және де ол екеу ғана. Міне өздеріңіз көріп тұрған тайтылда бір жүйе анықталған, body'де бір жүйе анықталған. Ал бағанағы мысалда өздеріңіз көріп тұрғандай, тайтылдың ішінде бірінен кейін бірі нұсқап тұрған батырмалар бар. Ал ең соңында тек біреу ғана оның негізгі жүйесі көрсетілген. Жалпы DOM деген осы арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар осы iQuery библиотекасы Ajax-пен жұмыс істеу үшін ыңғайлы IP-ді ұсынады. Ол библиотеканың мүмкіндіктері көптеген DOM ағаштарын бойынша өту, сосын оқиғалар, бейне эффектілері және JavaScript плагиндері арқылы жүзеге асырылады.
Бүгүнкү сабакта түшүндүрүп өткөндөрүм дом тууралуу, ягни бул JavaScript'тин белгилүү бир өтө таанымал объектиси калай жүзөгө асырылатынын сиздерге жаңы мисалда көрсөтүп отурдум. Рахмет, сиздер менен болгон Нурдаулет Кымбат және де BI Academy.